достар. Сәлем достар. Жантөре, өзіңді таныстыршы кәне. Жантөре Аты Жантөре. Я? Бүгін Жантөре біз тәжірибемізде көпіршіктер жасап үйренетін боламыз, я? Ол үшін бізге керекті заттар не? Су, бояу, бос банка, және таблеткалар, сұйық май, және қолшам. Аха, бізге осы заттар керек болады, е? Ендеше біз тәжірибемізді жасап бастайық ба? Ол үшін бірінші біз сұйық майымызды құйып аламыз, е? Сұйық майымызды құйдық. Ендеше оның үстіне біз жылы суымызды құямыз, е? Екеуміз бірге құйық. Бірге құямыз. Жантөре, қарайықшы кәнеки. Суға қарайықшы. Не байқалды? Көпіршіктер әлде пайда болып жатыр, е? Астына су түсіп, май бетіне көтеріліп жатыр, е? Аха, көпіршіктер пайда болды. Енді осы көпіршікке біз бояу тамызып көрейікші, балалар. Ол үшін бізге не қажет болады? Аха, егу құралы қажет болады, е? Жантөре, үстіне тамшылатып көре ғой. Тамшылатып көре ғой. Астынан қара, қандай заттар түсіліп жатыр? Дөңгелек, көпіршіктер, е? Саған қызықты ма? Сен тамашалап тұр, е? Біздің балаларға да қызықты болады деп ойлаймын. Керемет па? Жарайсың. Ендеше біз осы көпіршігімізге тағы да таблеткалар салып көрейік. Таблетка салып көрші. Аха. Не пайда болды? Көпіршіктер түзіліп жатыр ма? Жоғарыға көтеріліп жатыр, е? Көрдің бе не? Жоғарыға көтеріліп жатыр. Аха. Тағы да бірін салып көрейік. Ендеше. Сала ғой. Тағы да көпіршіктер пайда болып жатыр. Жетеді енді. Енді ең қызықты сәтіне келіп жеттік. Енді қолшаммен көрейік, жаңағы түзіліп жатқан көпіршіктерімізді қолшам арқылы тамашалайық. Не байқадың? Жарайсың, Төреш. Не пайда болды, Төреш? Қысық көпіршіктер, дөңгелек көпіршіктер. Балықтың уылдырығына ұқсайды, е? Жарық түскенде жақсырақ көрінеді екен, е? Ана төбесінде көпіршік сағып жатыр. Аха. Осымен біздің тәжірибеміз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау бол.